Құрметті Айқын лидердің ұжымы, құрметті журналистер, енді Астанаға қош келдіңіздер. Құтты болсын жаңа қоныстарыңыз. Енді бұл жерде енді Астанаға келгендеріңіз өте дұрыс, өте орынды, уақытында жасалған шешімдер қабылдаймыз. Енді лидер мен Айқын осы біздің екі республикалық газетіміз 2004 жылы, енді өздеріңіз жақсы білесіздер, 2004 жылы ашылған осы газет. Содан бері 14 жыл Алматыда жұмыс істепсіздер. Енді ол да аз уақыт емес. Енді осы 14 жыл ішінде бұл енді біздің екі газетіміз республикадағы ең негізгі газеттердің бірі болып қалыптасты деп айтсақ, ешқандай артық болмайды. Әрине, егемен Қазақстан, Казахстанская правда, енді олардың енді жөні бөлек шығар, енді мемлекеттік газеттер. Бірақ солардан кейін, солармен қатар, біздің Айқын және лидер газеттеріміз енді оқырмандарымыздың күтетін, тосатын, жақсы көретін газеттерінің біріне айналып кетсек, енді ешқандай артықшылық бола қоймас. Солай болса, жалпы енді сіздер енді Алматыға риза шығарсыздар. Енді Алматыда біраз жұмыс істедіңіздер. Бірақ енді қазір шешім қабылданатын орталық бұл Астана. Саяси өмірдің барлығы Астанада өтіп жатыр. Қалай болса да, осында шешімдер қабылданады, үлкен шаралар осында өтеді, үлкен жиындар осында өтеді. Сіздердің енді негізгі күнде жазып жатқандарыңыз ол енді елбасының саясаты, елбасының шешімдері, елбасының төменгі тапсырмалары, солардың орындалу барысы, сонымен қатар үкіметтің жұмысы, парламенттің жұмысы. Сондықтан енді елбасымыз да осында, парламентіміз де осында, үкіметіміз де осында. Сондықтан енді сіздер де осында болғандарыңыз өте орынды. Сонымен қатар енді бұл біздің партияның газеттері, сондықтан партиямызбен бірге сіздердің енді болғандарыңыз өте дұрыс. Өйткені біздің де өте көп шараларымыз өтіп жатады, Астанада өтіп жатады. Кейде бір мероприятияларымыз болып жатқанын білесіздер, оны жақсылап көрсетіп жатсыздар. Сондықтан енді осындай енді шаралардың ішінде жүріп, біздің қасымызда болып, соның барлығын көрсетіп, халыққа түсіндіріп, елбасының саясатын насихаттау үшін, жұмыстың тиімділігін арттыру үшін, газеттерді жаңа деңгейге көтеру үшін бұл енді сондай бір уақытында жасалған сондай шешім деп біз енді бәріміз қабылдап отырмыз. Сондықтан құтты болсын.